бәріңе сәлем. Жусайдан уйғурский болдырған манты жасаймыз. Ол үшін ұнды керегінше алып, 1,5 ас қасық дрожж салып араластырып, үстіне су май көз мөлшерімен және мен майонез қосып жіберем жұмсақ болу үшін. Жылы суымызға керегінше тұз салып, дәміне қарай нанды елейміз. Нан жұмсақ болу керек. Ұнды де өте көп алмайсыздар. 1-2 зуала деп жатады, домалақ шықса болды. Тестаны жақсылап елеп, нанымызды жұмсақ қып, 2 сағатқа қойып қоямыз. Керек заттардың бәрін астына жазып қоямын описанияға. 2 сағаттан кейін нан тынып ашып болғаннан кейін ұнды сеуіп, қолға жабыспас үшін аунатып алып, өлшейміз. 50 граммнан өлшейміз. Ол өте дәу болса сүйкімсіз болып қалады, сол үшін кішірек болса сүйкімді болып көрінеді. 50 граммдап өлшеп алып, әрқайсысын домалақтап тындыруға қоямын. Бетін жауып қоямын. Осы аралықта салмасын дайындаймын. 200 грамм фарш, кішкене ғана фаршқа 3 осындай бума жусайды турап, үстіне 100 грамм іш май немесе қойдың құйрық майын салдым мен. Салып араластырамыз. Фарштан май аз болу керек. Фарш 200 грамм болса, май 100 грамм. Салып, үстіне мен шашлыққа арналған приправа салдым, және тұз мөлшерімен, көз мөлшерімен салып, дәміне қарай. Кішкене су май құйып араластырдым. Түсінбеген жерлеріңіз болса, астына комментарияға жаза кетіңіздер. Приправа мен тұз ғана салдым, басқа ештеңе салған жоқпын. Салып араластырып болғаннан кейін манты барқымызды майлап қоямыз. Майлап болғаннан кейін формасын жасап, осы мантымыз жасаймыз. Жан-жағын ғана басып, ортасын баспаймыз. 2 ас қасық салмасын толтырып ішіне, бір қолмен басып отырып, екінші қолмен жан-жағын жинаймыз. Ортасын баспайсыздар, жан-жағын ғана. Тынған тестамызды алып, жан-жағын басып, 2 қасық толтырып, ас қасық саласыздар. Көп бөгет демеңіздер, бір қолмен өйткені астына қарай басып отырасыздар. Екінші қолмен жан-жағын жиып, бір неге алып келесіздер. Жасап болғаннан кейін формасын манта барке саламыз, арасын ашып салыңыздар. Ол піскен кезде үлкейеді. Салып болғаннан кейін суын қойып, осын түгел жасап болғаннан кейін суын бірақ қоясыздар. Қойып 45 минутқа пісіріп аласыздар. Менің видеом ұнады деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын.